Біздің елде ауқымды жобалар мен бағдарламалардың саны бар да, сапасына келгенде күмілжіп қалатын тұстарымыз аз емес. Кейде тіпті ерекше ат қойылып, айдар тағылып, жар салып жасаған бағдарламалардың уақытылы жүзеге аспауы көңілді күптеп жатады. Енді жаңадан сайланатын мәжіліс осы олқылықты болдырмау үшін республикалық бюджеттің орындалуынан бастап, әлгінде біз айтқан ірі мемлекеттік бағдарламалардың мінсіз жүзеге асуын мүлтіксіз қадағалап отырады. Оның үстіне мәжілістің 30% мажоритарлық жүйемен қалыптасатындықтан аймақтарға қатысты әлеуметтік және экономикалық жобалардың сұрауы да сұрапыл болар сөзсіз. Өйткені аймақтардан бір мандатпен сайланатын депутаттар сайлаушыларының дегенін істей алмаса, депутаттық мандаттарынан айырылып қалуы бек мүмкін. Президент бастамасынан кейін бұдан былай мәжіліс кез келген заңды қоғам талқысынан өткізіп, халықтың мүддесін алға шығара отырып қабылдайды. Ал Сенат тек сол құжаттарды мақұлдайды, немесе бекітпей кері қайтаруға құқылы. Сенат әрбір заңды концептуалды тұрғыдан қарайтын боламыз. Яғни ұсақ майда бөлікке көп мән бермей, өткен себебі оның барлығы мәжілісте қаралып болғаннан кейін, бірақ дегенмен әр келген заңды блок-блогымен, жілік-жілігімен қарап, концептуалды түрде қандай мәселе бар, қандай жерде олқылық бар, егер де олқылық табылса, әрине ол мәжіліске қайтарып, ары қарай оны өңдеуге арнайы комиссия құрылады. Азаматтардың өкілді билікке деген сенімін нығайту үшін аймақтардағы мәслихаттарға да баса мән беріледі. Өйткені мәслихаттар өзекті мәселелердің шешімін табуға және аймақтардағы тұрмыс сапасын жақсартуға ықпал ете алуы керек. Олардың рөлін арттырып, дербестігін қамтамасыз ету тетіктері жергілікті өзін-өзі басқару заңының аясында реттеледі. Ал аймақтық мәслихат депутаттары құзыры жетпеген дүниелерін жоғары палата өкілдеріне жеткізе алады. Өйткені Сенат депутаттарын еліміздегі әр деңгейдегі мәслихат депутаттарының таңдайтыны белгілі. Бір сөзбен айтқанда, Сенат әр өңірдің мүддесін қорғайтын палатаға айналады. Бұл мәслихат тек қана облыстық емес, әрбір деңгейдегі мәслихаттармен, қалалық болсын, облыстық болсын, аудандық болсын, олармен қоян қолтық болып жұмыс жасап, қандай мәселе бар, ол егер де мәселе республикалық бюджет арқылы я жергілікті бюджет арқылы орында шешілетін болса, орында шешу, болмаса, тіпті үлкен ауқымды республикалық маңындағы мәселе болса, оны парламент сенатының қабырғаларына келіп, оған арнайы үкіметтік сағат өткізіп, болмаса парламенттік тыңдау өткізуге үлкен мүмкіндігі бар. Сондай-ақ мәслихаттардың ықпалын күшейту үшін облыс әкімдерін тағайындау тәртібі өзгерген. Бұрын мәслихат депутаттары мемлекет басшысы ұсынатын бір ғана кандидатураға келісім берсе, енді президент облыс және республикалық маңызы бар қала әкімі лауазымына кем дегенде 2 кандидатураны балама негізде ұсынады. Бұл өңір басшылары жанама сайлау арқылы қызметке келеді деген сөз. Бірақ президенттің аймақ басшыларын мәслихаттың келісімінсіз орнынан босатуға құқығы сақталады. Дүбірі басталған алдағы саяси дода, яғни мәжіліс пен мәслихат депутаттарының сайлауы туралы барлық ақпаратты біздің, яғни 7-ші арнаның YouTube арнасына жазылып біле аласыздар.